Әділбек қабыр қазған, ақсақал айтқан әңгіме желісімен жалғасы. Не де болса бір сұмдықтың болғаны анық еді. Құрманғазы мылтық атылған жаққа қарап еді, ешкім көрінбеді. Алайда қорымға жақындап қалған жалғыз аттының астындағы шабдар қасқа бір жағына қарай тәлтіректеп барып жалп ете құлады. Үстіндегі адам анадай жерге ұшып түсті. Жан далбасамен тұра бере қайта құлаған атына қарай жүгіре бергенде бағанағы жақтан мылтық тағы гүрс етті. Ат иесі де жерге жалп етті. Оқ тиді ме, әлде тасадан атқылап жатқан адамның қарауылына ілікпеу үшін әдейі аттың қалқасына құлады ма, белгісіз еді. Ат тыпырлап жатыр, оқ тигені анық. Осы кезде тағы бір оқ атылды. Оқ атқа дәл тиген болу керек. Аяғын серпіп тұрып кетпек болып тыпырлап жатқан шабдар қасқа сұл түсті. Осы кезде тағы да мылтық гүрс ете қалды. Бұл жолы дыбыс аттың иесі жақтан шықты. Осындай атыс басталып кетті. Екі жақ кезек-кезек оқ шығарып бір-бірін аңдумен болды. Құрманғазы сәл биіктеу жерге бекінген жаудың әккі екенін байқады. Қарсыласын бас көтертер емес, қылт етсе қағып түскелі-ақ тұр. Мұны сезген шабдар аттың иесі анда-санда бір оқ шығарып қойып, бой тасалап отыр. Мына далада бұл атыстың ұзаққа ұласпасы анық. Жақын маңдағы ауыл мылтық даусын естіп, елеңдесіп қалған шығар. Атыс ұзаққа бармады. Ақыры шабдардың иесі дегеніне жетті. Бір шамадан соң сайға тығылып, оқ жаудырған қали күншығысты бетке алып құйғытып бара жатты. Құрманғазы ал қарагерге қарғып мініп, аты өлген адамға барып жағдайын білгісі келді де кілт тоқтай қалды. Егер ол да дұшпан болса ше, оның не мақсатпен, қандай ниетпен келе жатқанын қайдан білемін? Бағанағы екеу көбей жіберді деген жоқ па? Олар мені байға зорлықпен алып бармақ болды. Онда мынау кім? Ту сыртынан тығылып жатып оқ ататын жауы бар адам бекер болмасы анық. Не болса да ақырын күтейін. Құрманғазы осылайша өз ойымен болып тұрғанда аяғының ұшымен басып қасына алға келді. Ағатай, не болып жатыр? Мылтықтың даусынан зәре құтым қалмады. Казактардың отряды келіп қалды ма деп шошып ем. Жоқ, анау дөңестен біреу оқ жаудырды. Бағанағы екеуіне ме? Жоқ, ол екеуін танушы ма едің? Ешқашан көрмеген адамым. Біздің ауылдікі емес. Сенің әкең жіберді деді ғой. Мені байлап алып кел депті. Әкем олай ете қоймас. Рахмет, бағана мені бір ажалдан алып қалдың. Сіз де мені өлім аузынан аман алып қалып едіңіз ғой. Мына қызыл қайынға да рахмет. Бұл құйын келтекті қайдан тауып алдыңыз? Анау қабірдің үстінде белгі ретінде қойған екен. Неге қызыл қайын қойды екен? Қызыл қайын қасиетті ағаш саналады. Білем, мені әкем қызыл қайын дейтін. Неге қызыл қайын? Кішкене күнімде қып-қызыл қос етек бүрмелі көйлегім бар еді. Біздің ауыл қалың қызыл қайыңның қасына қоныстанғанда, сонда барып ойнайтынбыз балалармен. Сонда мені көрген әкем, қызым кәдімгі қып-қызыл жапырағымен көздің жауын алатын қызыл қайың сияқты дейді екен. Мені де сол қызыл қайың екі рет өлімнен алып қалды. Ол қалай? Бірде артынан қуған қуғыншылардан қызыл қайыңның қалың жапырағын арасына атыммен жасырынып қалып құтылып кетіп едім. Бұл жолы қызыл қайыңнан жасалған келтек құтқарды. Қызыл қайыңның суы қандай дәмді. Тух, ойыма түсіп еді, шөлдеп кеттім ғой. Бағана сен қабірден неге шықтың? Тасыр-тұсыр болып кеткен соң тыныш жата алмадым. Ақырындап қабірдің ернеуінен сығалап қарасам, екеуі сізге жабылып жатыр екен. Бұғып бақылап отырдым. Бір кезде сіз біреуінің шоқпарын қағып жібергенде, шоқпар тура менің қасыма келіп топ ете қалды.
Содан соң сізді аналардың біреуі ұрып құлатып қанжарын суырып алғанда өлтіріп тастай ма деп қорқып кеткенім сондай. Қалай атып шығып шоқпарды ала салып ананың басына бір салғанымды өзім де білмей қалдым. Қайсар екенсің. Қазақтың қай қызы да қайсар. Жауымыз көп, сондықтан баяғыдан қазақ қыздарын бала күніне садақ атқызып, қанжар қадатып, қылыштасуға баулитынын білесіз ғой. Біздің ауыл ол салтты әзірге жоғалтқан жоқ. Анау жоғарыдан оқ жаудырған біреуі осылай қарай келе жатқан салт атын атып түсірді. Адам аман ба? Аман сияқты, атысып жатты. Тыныш болып қалды ғой. Жоғарыдағының оғы таусылған болу керек. Күншығысқа қарай шаба жөнелді. Аты өлген кім екен? Білмедім. Байқағаным астында Шабдар Қасқа аты бар. Шабдар Қасқа? Иә, ол менің әкем ғой. Оқ тиген шығар оған, әкетай. Алқа тұра жүгірмек болып еді, Құрманғазы оны жеңінен ұстап тоқтатып, аузын алақанымен жаба қойды. Айқайлама, мына Құдайдың даласында сенің әкеңнен басқа да Шабдар Қасқа ат жоқ дейсің бе? Мүмкін ол жау шығар? Құрманғазы қызды босата қойып еді, ол алға қарай жұлқынып тағы тұра жүгірмек болды. Жоқ, ол менің әкем. Бұл маңайда ондай ат тек әкемде ғана бар. Жарайды, сенің әкең болса онда мен барайын. Неге? Мен де барам. Қазір жерлеп қойған қызы моладан қарғып шығып жүгіріп келсе, әкең оқтан аман қалса да қорыққаннан жүрегі жарылып кетпей ме? Онда тезірек барыңызшы, ағатай, әкемді құтқарыңызшы. Жарайды, сен осы жерден тапжылма. Тоқтаңыз, тұрды орнынан. Анау менің әкем, жаралы сияқты. Бері қарай келе жатыр. Тез мазарға кір, мен алдынан шығып естіртейін. Жарайды. Алқа артына қарай мазарға кірді. Әкесін уайымдап бара жатқаны анық. Құрманғазы көбейді қалай қарсы алуды ойлады. Қызының аман екенін қалай жеткізгені дұрыс. Амандық саулықтан соң тікесінен айта салғаны жөн бе? Жоқ әлде бұрынғының жоралғысымен әңгімені алыстан қозғап келіп, жұмбақтап отырып, ишарамен айтқаны оң ба? Осы оймен тұрған Құрманғазы ойына кенеттен бірдеңе түскендей жалт бұрылып тез басып мазарға кіріп кетті. Қанша жылдан бері жолдас болған Шабдар Қасқаның жаны әлі толық шықпаған екен. Бірақ дәл құлақ түбінен тиген оқ бас сүйегін тесіп өтіп, жануарды енді мал болмастай жаралаған сияқты. Әлсіз ғана бүйірін соққаны болмаса, тіршілік нышаны бірте-бірте жоғалып бара жатқандай. Қанша тау асып, тас басып, жорыққа шықса да, жолда қалдырмаған жануардың қиналып жатқанын көріп, көбейдің жүрегі сыздады. Жылқы малы қазақтың жаны ғой. Көбей Шабдар Қасқаның жүгенін сыпырып, тартпасын шешіп, ерін алды. Жануарым-ай, табанымды жерге тегізбеген, қашсам жеткізбеген, қусам құтқармаған жан жолдасым едің. Жаның қамбар атаға аманат, деп кекілінен сипай бере қараса, иесімен қимай қоштасқандай жануардың көзінен жас сорғалап ағып жатыр екен. Жүрегі шым етті. Жануардың бұдан әрі жаны қиналмасын деп, көбей қынаптан күміс сапты қанжарын шығарып, Бисмиллахир-рахманир-рахим, Аллаху акбар, жануарым сенің жазығың жоқ, деп тамақтан орып жіберді. Шабдар Қасқа болмашы ғана тұяқ серіпкендей болды. Бір сәт Шабдарға қимай қарап тұрды да, көбей бойын тез тіктеп алды. Алмас қылыштай ұлынан, көзінің нұрындай қызынан, жан жолдасы атынан айрылса да, оған қазір босаңсуға болмайтын еді. Өйткені батыстан жыланша жылжып келе жатқан аждаһа мына елді жерімен қоса жұтып жібергелі тұрғанын жақсы білетін. Сондықтан да манағы бала шағыртқан адам құпия әңгіме бар еді, деді. Ең алдымен бұл елді басқыншылардан қорғап қалуды көздеген, қазақтың қамын жеген азаматтардан жеткен хабар болар деп үміттенген. Осы оймен көбей мазарға қарай беттеді. Жақындай бере бір үн жетті құлағына. Бұл не? Мынау қалың моланың ішінде дені сау адам күй тартушы ме еді?
әлде дәруіш пе екен ел адақтап жүрген? Күй жеңіл көтеріліп, мынау жазира далада бейхам жатқан ауылды, ондағы бақытты өмір мен мәре-сәре тіршілікті елестеткендей еді. Бір уақытта ат дүбірі бірте-бірте күшейіп, аспанда найзағай ойнап, алай-түлей дауыл тұрғандай болды. Сол қара дауылды көтерген бір бәленің жақындап келе жатқанын елестеткендей. Балаларынан айырылып, арманда қалған әкенің жан қайғысы, қызын жоқтап аңыраған ананың зары жатқандай. Анау ауыл сыртындағы қызыл қайың дауларға қосыла қанды жаспен жылап жатқандай. Бұған арқасын беріп отырған мынау жұмбақ жанның домбыра шанағынан қасірет пен қайғыға, өкініш пен мұңға толы күйді төкпелеп, тілсіз домбыраға тіл бітіріп, жоқтау айтқызып отырғанын жүрекпен ұқты. Көмекейіне өксік тығылып, көзі жасқа толды. Бейне, қарағым-ай, қарғам-ай, балапаным-ай, менің қызыл қайыңдай қырмызым-ай, қалай сенен айырылдым деп боздағандай еді домбыра. Бір сәтте әлгі жанды жылатқан қайғылы сарын бірте-бірте шаттыққа ұласып, үміт пен арманды қайта тірілтіп, ей адам, өмір сүр, сенің алдыңда әлі ұлы армандар, ұлы күрестер тұр, дегендей әуезбен барып тылсым тыныштыққа ұласты. Екеуі де үнсіз еді. Ой тереңіне сүңгігендері сондай, жандары сол тұңғиықтан шыға алмай жатқандай. Жүрек лүпілдеп, бір ғажапты сезінгендей, бір қуаныш жүрегін қытықтайтындай. Бұл неткен күй, бұл неткен күй. Өзімен өзі іштей сөйлесіп, толқып тұрған көбей ішкі толқынысын сыртқа қалай шығарып жібергенін өзі де білмей қалды. Көзін тарс жұмып, бар дүниені ұмытып, мына әлемде өзінен басқа адам барын ұмытып кеткен Құрманғазы сонда ғана ұйқысынан оянғандай көзін ашты. Қарсы алдында зор денелі, жасы 50-ден сәл асқан, қайратты, ала борыл сақалы өңірін жапқан, көзі өңменнен өтердей өткір жігіт ағасы тұр еді. Армысыз аға? Құрманғазы орнынан тұрып, қолын кеудесіне қойып сәлем берді. Бірақ көбей жаңағы күйдің сиқырынан әлі де арыла қоймаған қалпы бұның аманын алмастан қайтадан сұрады. Бұл қандай күй? Қызыл қайың деген күй. Қызыл қайың? Иә. Ей, шырағым-ай, бәсе, жанымды неге сонша толқытты десем, осы жерде менің де қызыл қайыңым жатыр. Жапырағын жай алмай, тамырын тереңге сала алмай, тал шыбығында жұлып кетті ажал оның өмірін. Әр нәрсенің артында қайыр бар, ақсақал. Ей, балам-ай, 12-де бір гүлі ашылмаған құлыныңды жер қойнына тапсырсаң, оның артында не қайыр болсын? Маған қалғаны тек қайғы мен өкініш. Мәңгілік қайғы да, мәңгілік қуаныш та жоқ мынау жалғанда, ақсақал. Мына дүниеде бәрі өтпелі, жақсы мен жаман ауысып келіп отырады. Ертеңгі күннің жақсылығынан үміт үзбеңіз. Ниетіңе рахмет, балам. Сонда да болса түсіне алмай отырғаным, неге күйдің атын қызыл қайың қойдың? Мен де бір туғалы бері өмірден жеген таяқтан арқама көн біткен бейбақпын. Сол өмірімде қызыл қайыңға 2 рет мені өлімнен құтқарды. Ей, балам-ай, сәл ертерек келгеніңде 3-ші қызыл қайыңды да көрер едің. Қызыл қайың бұрын адам болған дейді. Болса болған шығар, мен оған сенем. Бағзы бір заманда қызыл қайың біреудің баласы болғанға ұқсайды. Ақсақал керемет күйші болыпты. Оның күйшілігі сондай, ол күй тартқанда адам түгілі бүкіл аң, құс жым-жырт болып тыңдайды екен. Бір күні домбырашының ғажап қасиетін жойып жібергісі келген жындар күйшіні қайыңға айландырып жіберіпті. Сол кезде ақ қайың бірден адам қанындай қызыл түске оранып, жапырақтары сыбдырлап, айналаны әуенге бөлеп, төңірегіне әдемі әуез шаша бастапты. Бірде ағаш ұстасы қызыл қайыңнан домбыра жасапты. Сөйтсе әлгі домбырадан туған баяғы күйші бала тартқан сияқты күй төгілетін көрінеді. Оны естіген баланың әкесі әлгі домбыраны алдырып, қайран балам-ай, сағындым ғой сені, ең болмаса көзіме бір көрінсең ғой, деп еңіреп тебірене отырып күй шерткенде домбыра қайтадан адам қалпына еніп, баласы болып қайта тіріліпті.
Міне ақсақал, бұл домбыра мен күйдің осындай қасиеті бар. Қарағым-ай, егер домбыра осынша қасиетті болса, менің де қызыл қайнымды, балапанымды тірілтіп берсе ғой. Мен де ертегіші емеспін ақсақал, сиқыр да емеспін, бірақ бір өтінішім бар. Тек көзіңізді тас жұмып, жаңағы қызыл қайыңды тыңдаңыз, күй құдіретін тағы бір сезініңіз. Ақсақал қызының дидарын тірідей көре алмасын білсе де, ең болмаса көзін жұмып, елесін көруге де мақұл еді. Құрманғазы жан дүниесін жаңа ғана жарып шыққан қызыл қайыңды қайта тартқанда, бар дүние басқа бір әлемге еніп бара жатты. Дәл осы сәтте екі көзінен аққан жас, аппақ жүзін жуған алқа күмбез ішінде Құрманғазы мен әкесі екеуінің арасындағы әңгімені түгел естіп тұрған. Әкесінің қарағым-ай, егер домбыра осынша қасиетті болса, менің де балапанымды тірілтіп берсе ғой, деген сөзін естігенде жүрегі езіліп, тамағына өксік тығылып, сәл болмағанда ұшып барып мойнына асылып, әкетай, мен тірімін ғой, жаным әке, қамықпашы, деп жұбатқысы келген. Бірақ өзін өзі ұстады. Құрманғазының байсалдылығына, парасаттылығына таң қалды. Неткен ұстамды жан, бұған салса баяғыда әкесінің алдына жүгіріп шығар еді. Енді не болар екен, мұның тірі екенін білсе, әкесінің жүрегі қалай қабылдар екен? Күй күмбірі даланы тербетті. Тірі адам түгілі, мынау дүниемен қимай қоштасып, фәниге аттанған мола астындағы аруақтар да тебіреніп жатқандай еді. Рас болса, адам өлгенімен оның жаны ешқашан өлмейтін көрінеді. Адам өлгенде тірі кездегі тәнінен айырылады. Топырақтан жаратылған тән топыраққа қайта оралады. Бірақ адам жаны көзге көрінетін, қолға ұсталатын зат емес. Оны ұстау, өлтіру, өлтірмек түгілі көру де мүмкін емес. Ол тәнінен айырылған соң әруаққа айналады. Бұрынғыдай сөйлемейді, тамақ ішпейді, тұқым тұғиянына мынауың дұрыс, мынауың қате деп айта да алмайды. Бірақ олардың қасында болып, қиындығына қорғауға, қатерден сақтандыруға тырысады. Түсіне еніп аян береді, ал қуанышына ортақ болады. Өйткені адам жаны ешқашан өлмейді. Өлетін тек тән ғана. Онда дәл қазір осында жатқан барша аруақтар, ата-баба рухтары, бұларды алқа-қотан қоршап, күй құдіретін бірге сезініп, бірге мұңайып, бірге қуанып жатқаны анық еді. Артына мол мұра қалдырған күйші Байжұма да, оның домбырасын сақтаймын деп жазықсыз жапа шеккен дүрия да, жүректері елжіреп қарап тұрған. Көбей де, Құрманғазы да арқалары шымырлап, осындай бір тылсым рухты сезінгендей болды. Екеуі де көздерін ашқысы келмеді. Бейне бір керемет жұмбақ һәм ғажайып әлемнен мынау пендешілік жайлаған сұрғылтым өмірге қайта оралғылары келмейтіндей. Күй сонау күн астына дейін шарықтай ұшып, мынау қатыгез әлемге нәзік қанатымен мейірім нұрын ала келген құстай қалықтады. Бірте-бірте қанатын жылдамдата қаққан ақ көгершіндей көкке өрлеген күй шарықтау шегіне жетіп барып тоқтағанда, жүректегі қасіреттен дым қалмағандай әке жүрегі елжірей қалып еді. Шырағым-ай, бұл неткен күй? Қызым қайтқалы шерменде қылып ішіме толған нала мұңды сыпырып тастағандай болды ғой. Күй адамның жанының емшісі, рухының қанаты. Рухына қанат біткен адам қанатсыз ақ көкке көтеріліп, қыран құстай қалықтай алады. Жаны қасіреттен, пендешіліктен тазарады. Ертегілердегідей күй кештім-ау қарағым. Жаны пендешілік тіршілікке байлаулы, көзімен көргеніне, қолымен ұстағанына ғана сенетін адам ертегіден, қиял әлемінен қол үзіп қалады. Күйді тыңдағанда құлағына жеткенді ғана тыңдайды, ал құлаққа тек дыбыс қана жетеді. Жүрегі қатып қалған, жетпейді. Ал жүрегімен тыңдаған адам күйдің тылсымымен бірге ертегі әлеміне енеді. Ол жерде аң да, құс та, тіпті ағаш та күйдің тілімен сөйлейді. Онда жүрегінде зейіні бар адамдар ғана ұға алады. Оның рас қарағым,
Талай күйшіні тыңдап едім, бірақ домбыраның, күйдің осынша құдіретін сезінгенім осы. Тіпті өшкенім жанып, өлгенім тірілгендей болды. Ақсақал, өшкенің жанып, өлгенің тірілуі тек аңыз ертегіде ғана бола бермейтін көрінеді. Неге олай дедің, балам? Мен осы өмірімде көп адамды пәниден бақиға аттанғандардың жаназасына қатыстым, бірақ солардың бірінің де қайта оралғанын көрген емеспін. Ол жаққа барар із бар, қайтар із жоқ. Көрден оралған дүрия ше, оны қайдан білесің? Ел ішінде сөз жата ма, ақсақал? Естідік. Ол қыздың жөні бөлек, оны ұрылар қазып алыпты. Қайта тірілгені рас қой? Иә, рас. Онда Құдайдың құдіретімен өшкен жанып, өлген оралуы да мүмкін екен ғой, ақсақал? Балам, сен бір нәрсе айта алмай отырған сияқтысың ғой. Дүрияның тағдыры сіздің қызыңыз Алқаның да басына көшкен сияқты. Көшкені несі? Оның қабірін қазып кетіп пе? Көбей орнынан атып тұрды. Енді болмаса қабір басына барып көзімен көруге бекінгендей. Мұны байқаған Құрманғазы даусын сәл көтеріңкірей сөйледі. Жоқ, ақсақал, оның қабіріне ұрылар тиген жоқ, тек байқамай өздеріңіз тірідей жерлеп тастаған сияқтысыздар. Қандай байқамай? Сонда менің қызым? Иә, Алқа тірі. Қой қарағым, сен олай деме, біз оны 2 күн үйде сақтап жерлегенбіз, тіршілік нышаны болмаған. Солай ғой, тірі болса қане менің қызым? Құрманғазы мазарға қарап ишара қылды. Алқа бәрін естіп, бақылап тұрған. Әкесінің сөзін ести сала, мазардан жүгіре шығып, құстай ұшты. Жүгіріп келген бойы әкесінің мойнынан тас қылып құшақтап алып, еңіреп жылап жіберді. Егіле жылағаны сондай, оның көз жасымен қараңғы көрде бір жұтым ауаға зар болып, мына дүниеден бас кешіп жатқандағы қасіреті, көрдің топырағын тырмалап, тырнақ көбесі сөгіліп қиналғандағы жан азабы қоса төгіліп жатқандай еді. Оның жүрегіне шемен болып қатқан қарға бақсының қорлығы, кәззап Қалидің қастығы, жанын одан әрі ауыртып жүрегі езіліп, дүниедегі ең жақын, ең жанашыр, ең асыл адамы, қорғанышы әкесіне мұңын шаға жылады. Бір кезде барып қолдарын босатқанда, әкесінің де әжім торлаған жүзін, қолай аққан көз жасының сақалымен төмен сырғып жатқанын көрді. Құлыным менің, сенің тірі екеніңді қалай білмей қалдық екен? Жарығым-ай, жан азабын тарттың-ау әбден. Әкетайым, сендер емессіңдер ғой оған кінәлі. Баласын тірідей көмген әке кінәлі болмай кім кінәлі болсын, құлыным-ау? Әкетай, сіз жаралы сияқтысыз ғой, оқ тиген бе? Ештеңе жоқ қызым, сәл ғана иығымның етін жанап өтіпті. Қан шығып тұр ғой, әке. Мені қой, өлмеймін, өлсем жасым келген адаммын. Өзіңнің еш жерің ауырмай ма? Жоқ, әке, еш жерім ауырмайды. Құлыным-ай, шешеңнің жүрегі жарылып кететін шығар сені тірі екеніңді көрсе. Келе қойшы. Көбей қызының маңдайынан мейірлене иіскеді. Содан соң қызының көбесіне қан қатқан қолынан сүйді. Жаңа ғана қайғыдан қан жұтып отырған мынау ақсақал баласының амандығына қуанғаны сондай, өз көзіне өзі сенбейтіндей, қалбалақтап, қыздың бетіне қарағыштай береді. Мені неге Құдай алмайды? Көзімнің қарашығындай құлынымды қалай тірідей көмгенмін? Әке, сіздің жазығыңыз жоқ, бұл... Алқа қарға бақсына арам ойын енді жеткізбекші бола бергенде, мылтықтың гүрс еткен даусы жаңа ғана тым-тырыс тұрған ауаны дүр сілкіндірді. Оқ дәл бұлардың қасындағы топырақтан көтерілген мазарға тиіп, ап-бақшаң бұрқ ете қалды. Тездетіп мазарға кіріңіздер, бағанағы малғұндар адам жинап келген тәрізді. Құрманғазы Көбей мен Алқаны күмбезге кіргізді. Мылтығың бар ма? Жоқ, ақсақал, мына келтектен басқа қаруым жоқ. Менде біраз оқ бар, қолдан келгенше амалдай тұралық. Бұлар кім өзі, оларға не керек? Сенің артыңа түскен қуғыншылар ма? Жоқ, ақсақал, менің байқауымша, олар сіздің жауларыңыз сияқты. Неге олай дейсің? Бағана сіз жіберді деп 2 жігіт келіп мені байлап әкетпекші болды. Мен жіберді дей ме? Мен ешкімді жіберген жоқпын. Мен де солай ойлағанмын. Маған жоғарыдан оқ жаудырған кім болды екен?
Кім болса да бұлардың жымы бір. Менің сізбен кездесіп құпия сөйлеспек болғанымды білетін біреулер, сүгірәлі біреулерге айтып қоймаса. Сырттағылар кемі 6 адамдай еді. Негізінен мылтықпен қаруланғанына қарағанда бұл жақтың адамдары емес. Бұларды ақырындап бақылап тұрған Құрманғазының есіне ал қарагері түсіп, моладан басын шығарғаны сол еді. Мылтық тағы гүрс етті. Оқ мұның тура құлағының артынан ысқыра өтіп барып, күмбездің қабырғасына сіңіп кетті. Анау төмпешіктің артынан атып жатыр. Мерген неме екен, енді сен кейінірек тұр. Бұлар менің сұр мерген екенімді білмейтін болар. Көбей жаңағы төмпешікті нысана ала шүртпені басып қалды. Төмпешік үстіндегі жыңғылдың арқасынан сығалап жатса керек. Түп жыңғыл артындағы адам серең ете қалғандай болды. Біреуі жараланды. Енді қалғандары мазардың ішіне кіруге әрекеттенетін шығар. Айтқандай болған жоқ, бірі оң қапталдан, бірі сол қапталдан атқылай бастады. Мыналар жақындап келеді. Егер мен майып боп жатсам, қызым алқаны жау қолына берме. Мылтық ата білуші ме едің? Аталам. Тағы да екі жақтан оқ қосарлана атылды. Бұл жолы тегі жақыннан шықты. Тіптен мылтықтарын қайта оқтағанында естіліп тұрды. Көбей де оқ атылған жақты шамалап атып жерді. Бұл аналарға көрсетілген сес қана еді. Әйтпесе олардың қай жерде жасырынып тұрғанын күмбез ішінен шамалау қиын болатын. Бірақ оқ қалды, деді Көбей. Енді олар ішке басып кірсе, қолмен айқасатын болдық. Солай деді де беліндегі қанжарын шығарып қасына қойды. Аналар үсті-үстіне ата бастады. Бұлар үнсіз. Тағы қосарлана атты. Бұлар жауап қатпады. Осылайша 3-4 рет оқ жаудырған соң, күмбез ішіндегілердің оғы таусылды деп шешкен болу керек. Біреу мылтығын кезене ұстап, күмбезге қарай тұра жүгірді. Құрманғазы осы сәтті күтіп отырған Көбей шүртпені басып қалар деп ойлаған. Бірақ ол асықпады. Керісінше артқа шегініп, оның ішке кіруіне жол ашты. Мұнысы несі? Құрманғазы келтегін ыңғайлай бастады. Анау күмбезге кіре берсе тағы бір шүртпені басып қалды да мылтығын тез оқтап ішке қарай аттады. Дәл осы сәтте Көбей шүртпені басып қалды. Анау күмбездің ішіне қарай ет бетінен құлады. Көбей шалт қаймылдап ананың мылтығын алды да беліндегі қорымсапта 3-4 оғы барын көріп қуанып кетті. Кел балам, атың кім еді? Мына мылтықты ал. Атым Құрманғазы. Ал онда Құрманғазы, енді 2 мылтықпен қорғанатын болдық. Олар көп, оқтары да жеткілікті шығар. Біздің 4 оғымыз бар. Күмбездің есігінің 2 жағында тұрайық. Тура атылған оқтан сақтан. Жарайды аға. Екеуі мына жауға оңайшылықпен беріспеуге шын бекінді. Я аруақ, жар бола көр. Көбей ата-баба рухына бір сиынып алды да қанжарды алқаның қолына ұстатып, өзі аналарды қайтадан аңдуға көшті. Оғымыз аз, тек алдыға келгендерді ғана атайық. Жарайды. Осы сәтте далада үсті-үстіне мылтық атылып, дәл бір соғыс басталып жатқандай сатыр-сұтыр болды да кетті. Құрыдық, мыналарға тағы көмекке адамдар келген сияқты, деді Көбей. Атыс біраз қаласты. Содан соң барып тым-тырыс бола қалды. Бір кезде біреулерінің даусы естілді. Байекеңнің атына оқ тиіпті, өзі аман бекен, деді біреу саңқ етіп. Сол сәтте барып Көбей мылтығын төмен түсіріп сыртқа дауыс берді. Аманмын, өздерің амансыңдар ма? Осылай деп ол далаға беттеді. Шығып бара жатып ол бұларға қарап бәсең дауыспен, осында болыңдар, мен айтқанша шықпаңдар, деді. Сөйтті де мылтығын қолына алып күмбезден сыртқа шықты. Көбей күмбезден далаға аттап шыққан бетте тура құлақ түбінен мылтық даусы гүрс етті. Әке деп қолындағы даусы шыға шыңғырған алқаның даусы бар дүниені жаңғырықтандырып ауада ілініп қалғандай болды.